2020 жылғы сәуір айына арналған жұлдыз жорамал. Тоқтыларға қысқы ұйқыдан оянатын кез келді. Алыстан келген жаңалықтар, көптен көріспеген адаммен кездесулер, немесе хат алмасулар болуы мүмкін. Сондай-ақ шыдамсыздық пен қырсықтылығыңыздың арқасында достарыңызбен қарым-қатынасыңыз шиеленісуі ықтимал. Сондықтан тым бір беткей болмаңыз. Егер ебін тапсаңыз, жақсы табысқа жетіп, бұрыннан армандаған затыңызды сатып ала аласыз. Жалпы алғанда, күлкі күнімен басталатын көктемнің айында жабықпайтыныңыз анық. Торпақ. Осы айдың бірінші жартысында торпақтардың белсенділігі төмендеуі мүмкін. Бірақ әдеттегі жайлылықта қалып қоюға болмайды. Өйткені жаңа таныстықтар болашақта пайдасын тигізеді. Жұмыстағы жағдайыңыз ушығуы мүмкін, бірақ уайымдайтын түгі жоқ. Өйткені сіз кез келген адамның тілін таба білесіз. Сондай-ақ алда сізді қосымша табыс көзі, үй жайыңызға деген сауда-саттық күтіп тұр. Дәмді тағамдар дайындаудағы ынтаңыз арта түседі. Себебі сіз үшін тамақ істеу адамзаттың ойлап тапқан ең керемет ісі. Егіздер. Осы айда егіздерде жаңа достары пайда болуы мүмкін. Олар ақырында сіздің идеяларыңызды бөліседі. Бірақ шыдамды тыңдарман болуға тырысыңыз. Сізді ұжымдық іс-шаралар, жаңа қызықты ұсыныстар күтеді. Асығыстықтың қажеті жоқ. Сіз онсыз да бәрін үлгересіз. Сіздің жағдайыңызда жылдамдық сәттіліктің кепілі емес. Сондай-ақ романтикалық кездесулер мүмкін. Сондықтан өзіңіздің гардеробыңызды жаңартып, сырт бейнеңізді өзгертіңіз. Сонда қоршағандарыңыз сізді міндетті түрде байқап, бағалайтын болады. Шаян. Сәуір айында шаяндар қанша тырысса да оңаша қалуға мүмкіндігі бола қоймас. Сондықтан барлық жігеріңізді кәсіби қызметке бағыттағаныңыз жөн. Сізді қызықты ұсыныстар, немесе жаңа жұмыс, жаңа таныстықтар, жаңа жоспарлар, сондай-ақ мәдени іс-шаралар күтеді. Эмоционалдық тұрғыда жалғыз қалуды қалауыңыз мүмкін. Ақша жағына келгенде абай болу керек. Қарызға немесе несиеге ақша алып керегі жоқ. Сондай-ақ үлкен тәуекелге бармаған дұрыс. Шыдамдылық танытсаңыз, бақыт келіп қонары сөзсіз. Арыстан. Арыстандар әлемді мүлдем басқа көзқараспен көре алады. Таң тек соларға бола атпайтынын түсіне біледі. Алға қойылған мақсатқа бірге қол жеткізу оңай екенін ұғады. Бірақ мұнда көшбасшылық қасиетіңіз басымдылық көрсетеді. Жаңа мүдделер, алыстағы адамдармен, шетелдіктермен байланыс болуы мүмкін. Сондай-ақ сіз мұрагерлік, төлем немесе қарыз мәселелеріне тап болуыңыз ықтимал. Көп нәрсеге күмәндану қасиетіңіз ұрлық сияқты келеңсіздіктерден қорғауы мүмкін. Бикеш. Осы айда бикештер өз дәрежесін қанағат тұтатын болады. Алайда бұл сізге басқа қызмет түріне ауысуға кедергі болмайды. Сондай-ақ жұлдыздар табысты істер, ақшалай мәселелердің шешілуін, қызметтік роман болатынын көрсетеді. Сіз бұрын жоғалтып алған нәрсеңізді таба аласыз, және сіз үшін бұл өте пайдалы болмақ. Бұл кеңсені жайластыру немесе жөндеу жұмыстарының бай кезеңі. Әрдайым достарыңызға, туыстарыңызға және әріптестеріңізге белсенді көмек пен қамқорлық қажет болады. Бірақ өз денсаулығыңызды бақылауда ұстаңыз. Таразы. Бұл кезең қоғамда табысқа және танымдылыққа әкелуі мүмкін. Жаңа таныстық құмарлық махаббатқа ауысуы мүмкін. Ал кейбіреулерде үйде үй жануары пайда болады. Сондай-ақ сот мәселелері туындап, бірақ еш ауыртпашылық тудыра қоймас. Ең бастысы артқа шегінбеңіз. Сіз жақын адамыңыздың ісіне араласып кетуіңіз мүмкін. Кез келген істе жеңіске жете білесіз. Сондықтан өз іс-әрекеттеріңізге күмән келтірмеңіз. Ақырында дұрыс таңдау жасауға тырысыңыз. Саршаян. Бұл айда саршаяндар негізінен борыш сезіміне байланысты істермен айналысатын болады. Мүмкін сізді жұмыста өзгерістер, тәжірибе алмасу, көшу, өнер адамдарымен кездесулер, үй жануары пайда болуы ықтимал. Қаржы істерінде абай болу керек, және тек таңдаулылар үшін ашылғанды қойғаныңыз абзал. Құндылық кез келген қатынаста екенін түсінуіңіз керек. Өз денсаулығыңызға да, айналаңыздағыларға да қауіп төндірмеңіз. Артық ойын-сауықтан да тыйылған жөн. Онсыз да қартайғанда еске алар сәттеріңіз аз емес. Мерген. Мергендер әдеттегідей өзіне және өз қызметіне риза болады. Сізді романтикалық кездесулер,
кезекті жеңістер, балалармен байланысты мәселелер, сондай-ақ сапарлар немесе іс-сапарлар күтуде. Жылжымайтын мүлікке байланысты жағдайлар, үй тұрмысына қажетті заттарды сатып алу, қонақтардың келуі және көптеген қарым-қатынастар болуы мүмкін. Ең бастысы, ессіз тәуекел жақсылыққа әкелмейді. Сондай-ақ сізге қосымша міндеттемелер жүктелуі мүмкін. Егер тіпті міндеттеріңіз көп болса да, жақындарыңызға қол ұшын беруді ұмытпаңыз. Тауешкі. Осы айда тауешкілер үй ісіне араласып, үйді жайластырумен айналыса алады. Барлық істермен қатар айналысқандықтан, сіз айдың соңына қарай көпшіліктің назарына түсіп, өзіңіздің марафоныңыздың кезекті сатысына көтерілесіз. Тәуекелді мәміледен табыс пайда болуы мүмкін, бірақ ештеңе жоғалтпау үшін бәрін ұсақ түйекке дейін ойластыруға тура келеді. Сондай-ақ қонақтар, махаббат, балалар мен іс-шаралар, мүмкін бос, бірақ қызықты әңгімелер болуы мүмкін. Бірақ өзіңізге көңіл бөлуді ұмытпау керек. Ең бастысы денсаулық. Су құйғыш. Осы айда су құйғыштар айналасындағы бүкіл іске араласып кетуі мүмкін. Сіз өз ортаңызда ерекшелене аласыз. Ең бастысы асықпаңыз. Мүмкін сізде жаңа шығармашылық әуестіктер пайда болады. Бастаманы өз қолыңызға алып, белсенділік танытсаңыз, жақсы нәтижелерге жетесіз. Достарыңызбен жоғалған байланысты қалпына келтіре аласыз. Себебі олар сіздің өміріңіздегі ең басты адамдар. Сондай-ақ сапарлар және жаңа таныстықтар, қаржылық мәселелер, алаңдаушылық туындауы мүмкін. Балықтар. Осы айда балықтарда бірінші орында қарым-қатынас және байланыс тақырыбы болмақ. Сондай-ақ қиял әлемі қаншалықты тамаша болса да, күнделікті жағдайлар алдыға шықпақ. Сіз бірдеңе жинай бастай аласыз, ал жалпы өзіңіз үшін тек ең жақсы заттарды таңдауға ұмтыласыз. Үй салтанаттары, банкеттер, әдемі заттарды, сән салтанат заттарын сатып алуыңыз мүмкін. Болашағыңыз жайлы еш уайымдамаңыз. Не болса да, ертеңгі күн бүгіннен әлде қайда жақсырақ.